Болды. Жедел жәрдем шақырып қойды, қазір келетін болды. Не болып жатыр? Ай, сұлу! Мына құрылғы саусағынан түсіп қапты, тоқтасын ағаның. Немене? Сонда тұра демексің бе? Ай, сұлу! Әкең тірі. Бар бәлем, мынау құрылғыда екен ғой. Әкетай. Шаш жіберді ғой. Демек сен тірі екенсің ғой. Бәрін біліп жатқан екенсің ғой. Қайсар аға, ертай банкке кетті. Ақша төлеуге. Үлгірсе екен. Енді мені шошытпашы. Не болды, аман ба? Қорыққаннан тамырының соққанда сезбей қаппын ғой. Ой, сен де. Сен неге сонша сабырлы болып қалғансың? Мені көрдің бе? Сабырым қашып әбден қажыдым. А сен жақын досыңның қайтыс болғанына қарамастан тыныштық сақтап жүрсің. Ол өлген жоқ. Қалайша? Ол өлді ғой. Мен өз көзіммен көрдім ғой. Адамдар айқайлап, қызы еңіреп жылап жатты емес пе? Имитация екен. Қапелем. Осыдан кейін Қазақстанда дені сау актер жоқ дегенге кім сенеді? Соншалықты театр қойылымын ұйымдастырыпты ғой. Тоқтасынның адам сияқты өлгенін де көре алмайтын болдық. Сұмырай. Тоқта, мен бәрін айтқаным жоқ. Әлгі продюсер банкке кетіпті. Сағат 7 болды ғой. Үлгереді деп ойлайсың ба? Не қайдан білейін? Егер ол қарызын төлеу мерзімін кейінге шегеріп алса, жағдай қиын болады. Дүкен қайта ашыла бастайды. Сауда қайтадан жүре бастайды. Ақырында бүкіл қарыз төленеді. Білмеймін. Неменеге сонша сабырлы бола қалдың? Жоқ әлде досыңның тірі қалғанына қуанып отырсың ғой деймін шамасы. Қысқасы, дүкендегі сауда қайтадан жүрмесін. Соған тосқауыл бол, түсіндің бе? Сауда жүріп жатыр. Оны әлі ешкім жапқан жоқ. Өткен жолғы өрттен кейін тұтынушылар мүлдем келмейді. Қазір көрейік банкте не болып жатқанын. Әлгі продюсер ақша төлеп үлгермеген шығар. Ал егер үлгерсе ше? Сенде әлгі жігіттің телефон нөмері бар ма? Хабарласып танысып алу керек еді. О, Серік, сәлем. Ассалаумағалейкум. Сен қайдан жүрсің? Сауда жасап жүрсің бе? Жоқ, мен осында жұмысшымын. Жүк тасушы ма? Жоқ, бастықтың қызына көмектесем. Клиптер түсіреміз, қысқасы жұмыстар көп. Демек, жұмыс жасап жүрсең қолың тимейді, дұрыс. Бәсе үйге келмей кеттің. Жоқ, барамын ғой. Біресе анау, біресе мынау. Тағысын тағы.
Жарайды, мен асығып тұрмын. Үйге кел, қонақ бол. Айтпақшы, қазір қайда тұрып жатырсың? Пәтер жалдап тұрамын. Дұрыс, түсінікті. Қаласаң, үйге қайтып кел. Көреміз. Мен кеттім. Әкел суды мен берейін. Жоқ, керек жоқ. Әкеме өзім қарағым келеді. Дұрыс, қызым. Жұратпаш соны маған. Иә, тоқтасының қал қалай? Сенің өкінішіңе орай аманбыз. Бәрі де жақсы. Міне, су ішіп жатырмыз. Әлгі продюсерің хабарласқан жоқ па? Жоқ, хабарласқан жоқ. Енді өзің хабарласпайсың ба? Білейік те, үлгердім екен, әйтпесе қатты алаңдап жүрмін ғой. Жарайды қазір. Хабарласпасаң да болады. Сіздің досыңыз үлгеріп бәрін төлеп қойды. Айсұлу, мен сенің әкеңді алып кетемін бүгін. Жоқ. Ол осында болсын. Қанша дегенмен бұл компания осы кісінікі емес пе? Қызыңызға алғысыңызды айта берсеңіз болады. Ол мына дүкеннің ғұмырын бір аптаға ұзартты. Міне, құжаттар мұнда. Банктың есебі бойынша 7 күн ғой. Жоқ, 5 күн. 5 күн? Бұл аз ғой. Күтпеймін десеңіз, мен дүкенді ертеңе қалып қоям. Жоқ. Жарайды. Ендеше мен 5 күннен кейін сіздерге қайтып келемін. Барлық ақшаны таба алатындығыңызға сенімдісіз бе? Скрипка деген сізде біреу ғана емес пе? Қуануға асықпа. Мен Айсұлуға банктегі ақша туралы айтудың тәсілін табамын әлі. Жарайды. Мен кеттім. Бұл бәр бітті деген сөз. Жоқ. Дүкен ашық. Керек ақшаны жинаймыз. Айсұлу, сыртқа шықшы, сөйлесейік. Айсұлу, мен Тоқтасын ағаны жолға дайындайын. Бізге ауруханаға оралу керек. Қайсар аға, бізге жақсы жарнама керек. Сауданы қайтадан қалпына келтірсек, бір жылы банктен құтыламыз. Сен нағыз оптимистсің. Маған сенің осы мінезің ұнайды. Ал мен пессимистпін. Дүкенде өткен жолғыдай тағы біреулер өрт ұйымдастырсашы. Бұл жолы олай болмайды. Айсұлу, мен саған көптен бері айта алмай жүр едім. Не болып қалды? Маған ауруханадан күнде хабарласып жатыр. Барлық төлемдерден құтылыңдар дейді. Енді төлемейміз ба? Сіздің ақшаңыз жоқ па? Жоқ. Саудадан түскен бірінші табыстан береміз деп. Айтсаңызшы. Сауданың қалай жүретіні белгісіз ғой. Маған бүгіннен қалдырмаңдар дейді. Бір шешім табу керек енді. Қайсар аға, көлігіңіз ше? Көлік? Маған әлі ешкім хабарласқан жоқ. Енді аурухананың ақшасын төлеу керек қой. Жарайды, тиын тебенге сатып жіберейін. Ол ақшаны ауруханаға апарып берейін. Содан кейін не болмақ? Тоқтасын ауруханада әлі қанша жатады? Білмеймін. Міне көрдің бе? Құдай бетін аулақ қылсын. Кейбір адамдар ауруханада сал болып жылдап жатады. Олай болса,
Осы қарызын берейік. Содан кейін әкемді ауруханадан шығарып аламын. Қайда барып тұрасыңдар? Осында тұрамыз. Жоқ. Айсұлу, болмайды. Біріншіден, әкеңді ауруханадан шығармайды. Шығарған жағдайдың өзінде оған жауап беретін адам керек. Ал бұл жауапкершілікті мен өз басыма алғым келмейді. Ештеңе де болмайды. Әлде қашан осылай істеу керек еді. Айсұлу, шын айтып тұрсың ба? Иә, шын айтып тұрмын. Абай, мына қызға түсіндіріп айтшы. Бұл болмайтын нәрсе ғой. Жалпы, онда тұрған ештеңе жоқ. Көбісі сал болып қалған науқасты үйіне алып кетіп жатады. Көрдің бе? Үйіне алып кетіп жатады. Айсұлу, ойлансаңшы кішкене. Қайсар аға, енді қайтеміз? Ақшамыз жоқ қой. Негізі, қазір Тоқтасын ағаның жағдайы бұрынға қарағанда жақсарған. Себебі өздігінен отыра алады. Жарайды, білгендерін істеңдерші. Рахмет саған. Оқас жоқ. Айсұлу. Енді менің диссертациям одан сайын қызық болатын болды. Өзің ойлап қарашы. Сирек кездесетін науқастың түрі. Және оны үй жағдайында емдеу. Тіпті бұны үй жағдай деп те атауға келмейді ғой. Ең қызығы, бұл жайттардың барлығы Тоқтасын аға зиянды болу керек. Ал бірақ Тоқтасын аға жақсарып келе жатыр. Ғажап. Акитай, енді бірге боламыз. Күнім-ау, сенің мұндай батыл екеніңді білмеппін де. Жарайсың, жаным сол. Айсұлу, маған рұқсат етсең, мен осында да Тоқтасын ағаны бақылайыншы. Біраз диссертацияма да көмек болар еді. Жақсы. Айсұлу, бізде уақыт аз, дүкеннің жарнамасын қолға алу керек. Сонымен, бұл шаруаны шештік. Енді жұмысқа кірісу керек. Акетай, қалай ойлайсың? 5 күн ішінде сауда жақсы жүріп тұрса, қарыздан құтыла аламыз ба? Өте қиын. Бірақ, егер жақсы жарнама болса, әбден мүмкін. Рахмет, Акетай. Сен үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Айсұлу. Енді неден бастайсың? Бізге өте жақсы жарнама керек. Иә. Майра, Қайсар барлығымызды Тоқтасын кабинетіне шақырып жатыр. Мен шақырмайды ма не? Барлығымыз деп тұрмын ғой? Дәл қазір ма? Иә. Сендер бара беріңдер, кассаға мен қарайлайын. Қажеті жоқ. Өзінің қоймаңа ие болып ал. Соны айтам, мұнда бәрібір ешкім жоқ қой. Келттірміз, күтем. Кешкі асқа барайық. Киноға барайық, келіп тұрыңыз, кем. Сізге 1000 теңге. Айсұлу, мен шыға тұрайын, иә?
керек болсам шақыр. Келістік. Осы маңда боламын ғой? Кіруге боламын? Иә, әрине кір. Кассада ешкім жоқ. Кассада ешкім жоқ. Тыныш тұршы. Барлығы жиналса бастайық. Иә, бастайық. Қарыз берушілер дүкенді тартып алмақшы. Қалайша? Сонда дүкен жабыла ма? Мен әлі өз махаббатымды кездестірмедім ғой. Ей, саған жан-жағына тұрыстап қарау керек шығар мүмкін. Тыныш тұршы. Негізі дүкенді бүгін алып қою керек еді. Бірақ қарыз уақытын 5 күнге создық. Айсұлудың айтпаға дүкенге көпшілікті жинау үшін мейлінше әдепті, сыпайы болу керек. Әсіресе маған. Тыныш тұршы дедім ғой саған. Бізге сатып алушыларды көбейту керек. Ол үшін бізге жарнама керек. Бірақ бізде ақшамыз жоқ. Сонымен келушілердің көңілінен шығу керек. Болды ма? Жоқ. Ертеңнен бастап дүкенде тек қана классикалық музыка ойнайды. Айсұлу, кешір. Одан ешқандай өзгеріс болмайды. Менің ойымша солай істеу керек. Бұндай бұрын соңды еш жерде болмаған. Майра, біз бірінші боламыз. Айсұлу, болды ма? Болды. Іске кірсек. Кеттік жүр. Болды ма? Айсұлу, мені Тоқтасын ағамен оңаша қалдыра аласың ба? Иә. Біраз қарап шығайын. Әрине. Сен дүкенге мықтап кірсейін дедің ғой. Иә, өзім де күлкім келеді. Басында бұл дүкенді жек көретін едім, ал қазір ол үшін барымды салып жатырмын. Серік, музыка туралы идея саған қалай? Шынымды айтсам, білмеймін. Қара, дүкенге кірдің. Бұнда емес, классикалық музыка ойнап тұрады. Мен ешқашан мән берген жоқпын музыкаға. Ендеше мән беретін бол. Айсұлу, Серік, баршы кішкене, серуендеп кел. Айсұлу, баршы енді. Айсұлу, мен сізге қарап сіздің жігерлігіңізге таң қаламын. Рахмет. Айсұлу, сізден мықты басшы шығады. Майра, саған музыка туралы идея қалай? Жақсы жалпы. Бірақ мен музыкаға ешқашанда мән бермеппін. Зылдап ойнап тұрса болды емес пе? Түсінікті. Айсұлу, бірақ мен сізге сенем. Сіздің қолыңыздан көп нәрсе келеді. Айсұлу, білесіз бе? Сіз әкеңізге қатты ұқсайды. Тоқтасын аға керемет адам ғой. Біз оның тезірек жазылып, жұмысқа қайтып келуін қалаймыз. Ал Қайсар аға ше? Қайсар аға, Құдай сақтасын. Қайсар аға бастық болмай қойсыншы. Сыбырласып, не айтып тұрсыңдар? Жай ғой музыка жайлы. Жарайды, мен барып жұмысымды істей берейін. Әйтпесе тұтынушылар күтіп қалар. Айсұлу, жүр, кешкі асқа барайық. Әкемді тастап кете алмаймын. Әкең кешкі тамақты абаймен бірге ішеді. Ал бізге дүкеннің жұмысын жандандыру туралы әңгімелесу керек. Жарайды, киініп келейін. Сабыр, берші бір айналып келейін.
Жоқ, саған болмайды. Менде көлік жүргізушінің куәлігі бар. Ал сендеш, бар ма куәлік? Жоқ, бірақ қараға отыруға рұқсат бар. Сабыр. Ана жақта Майра бір жігіттермен сөйлесіп тұр. Қайда? Аны кассы жақта. Қыздар, кеттік бе? Қайда, кафеге ме? Жоқ, мейрамханаға барамыз. Жүр. Алло, Талап. Айсұлу сауданы қайта көтермекші. Дүкенді жауып тастайын ба? Иә, дұрыс. Оның қолынан келмейді. Жарайды. Айсұлу келе жатыр. Кеттік бе? Кеттік. О, сәлем. Сәлем, Айсұлу. Жарайды. Салам алейкум. Мен көлікте болайын. Жақсы. Иә, Айсұлу, бәрін төлеп үлгердім. Білемін, Ертай. Үлкен рахмет саған. Бәрі сен үшін. Айсұлу, есіңде ме, біз отырып бір тамақтанамыз деп келісіп едік. Бүгін Бүгін емес. Ертеңге қалдырайықшы. жарайды, ертең болса ертең. Қазір қайда барасың? Әкеме. Әкеңе сәлем айт. Жақсы. Сау бол. Сау бол. Тамақтанып алдық. Енді ұйықтаңыз. Тұра тұр. Мен саған бір нәрсе айтамын. Тоқтасын аға. Мен сәл жұмыс істеп алайыншы, кедергі келтірмеңізші. Тоқтай тұр, Абай. Сен ақылды жігітсің ғой. Саған банктегі шоттың нөмірін қалай айтып берсем екен. Бір нәрсе ойлап тапшы. Мен Айсұлуға ақша беруім керек. Менде ақша жетеді. Бірақ оған қол жеткізу керек. Тоқтасын аға. Ертең сөйлесейікші. Онсыз да кеш болды. Жарайды. Ертең болса ертең. Рахмет саған, Абайжан. Сен болмасаң мен не істер едім. Ал мен Айсұлуға шоттың нөмірін қалай айту керек екенін ойланайын. Айсұлу? Мен ішпеймін. Ас қорытуға жақсы. Оны мен ойлап тапқан жоқпын. Дәрігерлер айтқан. Ұста. Айсұлу, сен үшін, сенің бүгінгі жеңісің үшін жарайсың. Ол мен үшін жеңіс емес, жеңіліс. Скрипкамнан айырылып қалдым. Сабырлы бол. Көп ұзамай, скрипканы қайтарып аласың. Солай болады деп сенемін. Айсұлу, сенің жеке өмірің туралы сұрасам бола ма? Жарайды. Сенің сүйіктің бар ма? Тек
Серік деп айтпашы. Ол менің досым. Досым емес, жай танысым. Алдымен сабақ деп жүрдім, ал қазір әкем бар. Дұрыс қой. Бірақ арасында өзіңді де ұмытпағаның дұрыс. Өмір бір-ақ рет беріледі. Сен әлі жассың. Жас күніңде ойнап күлгенге не жетсін. Кейін қартайғанда есің алып отырасың. Мені Айсұлу бұдан кейін Қайсар аға деп айтпашы. Қайсар десең де болады. Сенің жасың нешеде? 23-те. Жақында 24-ке толам. Қарап тұрсақ екеуміздің арамыздағы айырмашылық онша көп емес сияқты. Сен менен ұялма. Қайсар аға, мені дүкенге апарып саласыз ба? Тоқтасын, әлі ұйықтап жатыр ғой. Әлде мен өзім бара берейін ба? Жоқ, әрине апарып салам. Бірақ бірінші тамақтанып алайық. Сау болыңыз. Сау бол. Кездескенше. Ұзаққа бармассың. Серік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Әй, Серік кел, шай қойыңдар. Кіре қой, аузда тұрма. Қайырлы түн, Акитай. Ертең ауыр күн болады. Сәлем. Сәлем. Сен кеше қайда болдың? Туыстарым үйінде болдым. Татуастың ба? Иә. Тыңдашы. Естіп тұрсың ба? Не болды? Музыка. Иә. Естіп тұрмын. Қалай? Жақсы. Өтірік алдап тұрсың ғой. Саған ұнамайды, иә? Есі ауысқан неме? Айсұлу келе жатыр. Сәлеметсіз бе? Қалғалай? Жақсы. Айсұлу, уайымдамаңыз. Адамдар әлі келеді. Иә, бәрі жақсы болады. Жарайды. Кедергі жасамайын. Сіз тек қам жемеңіз. Келе жатыр.
сенің әнші досың болып еді ғой? Сыныптасың, сол қайда? Білмеймін. Әнін айтып жүр да бір жерде. Мен оны тек теледидардан ғана көрем. Өте өкінішті. Сен оны неге осы жерге шақырмайсың? Оған айтам, мүмкін шақырам. Рас па? Айтам дедім ғой, айтам. Жүк тасып жүргеніңді айтасың ба? Жоқ, Сенің болашақ менің жан-жарым болатыныңды айтам. Ал мен бойдақ құрбысымын деп айтам. Е? Сабыр, осыдан айтып көрші, менен жақсылық күтпе. Мінезі бар өзінің. Мен оны шақырам, бірақ кейін. Мен оны біздің тойымызға шақырам. Сабыр. Мен қыз жолдас боламын. Ал сенің досың күйеу жолдас болады, е? Болады, күйеу жолдас болады. Айсұлу, таң атпай қайда барасыңдар? Қайсар аға, менде бір ой бар. Маған да айтсаңшы. Жүріңіз көрсем. Бұл не? Қуыршақтар. Олардың көмегімен келушілерді көбейтеміз. Жарайсың. Бұл ойыңды мен де қолдаймын. Жақсы, мен кеттім. Ей, бұнда кім бар? Сабыр семісің? Ой, адамдарды қорқытпасай. Мен бұл қыздан мұндайды күтпебем. Шамасы жетпейді деп ойлағам. Олай болмайды. Дүкен жабылсын. Дүкенді өрт ұйымдастырасың ба білмеймін, бірақ дүкен жабылсын. Менің қолымнан ешнәрсе келмейді. Олай болса, мен іске кірісем. Айсұлу, Қайсар аға, есіңізде ме? Біздің танысымыз Жәмила Серкебаева. Мен соған хабарластым. Айсұлу, тоқтай тұршы. Бізде қиын жағдай орын алды. Не болды? Бол, санасаңшы. Тоқтасын аға. Түсінбедім, бұл не? Жарайды, басынан бастайық. Сонымен? Иә. Bir. Түсіндім. Бұл сандар ғой, ә? Жарайсың. Әрине сандар. Алтыным ау. Осыдан орнымнан тұрайын. Сені жақсылап бір құшақтаймын. Тағы келдің бе? Шығарып тастам мынаны. Түсінбедім. Шығарып таста дедім ғой мен саған. Тимеңіздер оған. Не болып жатыр? Тимеңіздер. Мына екеуін де қуып шыққан екей. Қайсар аға, айтыңызшы. Сен 5 күн дедің ғой. Мен ол ойымнан бас тарттым. Алло, Ертай? Әкеме тимеңдер. Сіздер бізді алдадыңыздар, жібер. Қайда алып бара жатыр соларды?
шаруаң болсын. Құрт көзіңді. Жібер дейм! Жіберіңдер олар. Әкемді алып бара жатыр. Жолыма тұрма. Шықпағандарыңыз жөн болар. Сыртта менің журналист достарым жүр. Сіздерге тыныштық керек қой, солай емес пе? Сандырақ. Сенбесеңіз өз көзіңізбен көріңіз. Көріңіз. Айсұлу, біз әлі кездесерміз. Кеттік. Тарт қолыңды. Сүмелек, мен саған әлі көрсетемін. Серік, рахмет саған. Мен сенің оққа қармын ғой. Айсұлу, қалайсың? Ертай, сіз болмасаңыз не істер едім? Қойшы, біз доспыз ғой. Рахмет.